Сабақ тақырыбы элементтердің өсімдіктердің тіршілігіндегі маңызы. Тыңайтқыштар. Өсімдіктер ауадан оттек пен көміртекті сіңіреді. Өсімдіктер тыныс алу кезінде жануарлар сияқты оттегіні сіңіріп көмірқышқыл газын бөледі. Ал фотосинтез үдерісінде көмірқышқыл газын сіңіріп, нәтижесінде органикалық заттар түзіледі. Мысалы, нәруыздар, көмірсулар, майлар. Бұл органикалық заттар өсімдіктің өсуіне, дамуына жұмсалады. Өсімдік тамыры топырақтан су, минералды заттардан басқа қажетті элементтерді сіңіреді. Макроэлементтер. Азот өсімдіктер және жануарлардың өсуі үшін қажет, нәруыз құрамында болады, сол себептен жасушада көп мөлшерде кездеседі. Фосфор. Бұл элементсіз жасуша ядросы, жасуша қабықшасы түзілмейді. Өсімдікте энергияның сіңіру үшін қажет. ДНК құрамында болуына байланысты жасушаның көбеюіне қатысады. Калий өсімдік өсуі үшін қажет. Және өсімдік ағзасында судың таралуына, тамыры мен сабақтың тіректік элементтердің қалыптасуына әсер етеді. Магний, азот сияқты хлорофилл құрамына кіреді. Магний, азот, темір жетіспесе, өсімдік жапырағы бозғылт тартады немесе сарғаяды. Кальций, калий сияқты судың таралуына маңызды рөл атқарады. Тамырдың қалыпты дамуы және өсімдіктің өсуінің тоқтауына әсер етеді. Микроэлементтер өте аз мөлшерде болса да қажет. Мысалы, мырыш өсімдіктің жақсы өсуі үшін қажет, жетіспесе жапырақтары ұсақ болып өсуі баяулайды. Селен өсімдіктің ауруға төзімділігін арттырады. Фтор фотосинтезге қатысады, жетіспесе жапырақтар сарғайып, өсімдік нашар өседі. Тыңайтқыштар бейорганикалық және органикалық болып екі топқа бөлінеді. Бейорганикалық немесе минералды тыңайтқыштар құрамында өсімдікке қажетті элементтер бар, химиялық өндірісте жасанды жолмен алынған заттар кіреді. Ал органикалық тыңайтқыштар тірі ағзалар тіршілігінің әрекеті нәтижесінде түзілген өсімдікке қажетті элементтер бар заттар. Оларға компост, қи, қарашірік, құс саңғырығы, шымтезек, тағы басқалар жатады. Әлемдік рекордты жаңартып, қазақтың атын әлемге жайған ақтарының атасы Шығанақ Берсиев және ақ күріштің атасы Ыбырай Жақаев. Олар органикалық тыңайтқыштарды, яғни қойдың қиын, құстың саңғырағын пайдалану арқылы жерді өңдеді. Шығанақ Берсиев 1943 жылы әр гектардан 201 центнерден өнім алып рекорд жасады. Құрмет ордені иегері және Ғабиден Мұстафиннің Шығанақ романының басты кейіпкері атанды. Дүниежүзілік диқаншылықта әр гектардан 24 центнерден күріш түсімі алынады. Ал Ыбырай Жақаев дүниежүзілік рекордты жасап, 2 мәрте еңбек ері және мемлекеттік сыйлықтың иегері атанып, әр гектардан 174 центнерден күріш алды. Енді оқу тапсырмасы. Элементтер және қызметтеріне бойынша сәйкестендіріп шығыңыздар. Енді тапсырма жауабын бірге тексерейік. Азот нәруіздің түзілуіне қажет. Фосфор энергия алмасуға қатысады, ДНК құрамында болады. Калий тіректік элементтерді қалыптастырады. Магний фотосинтез үдерісіне қатысады. Енді екінші тапсырма. Тыңайтқыш түрлерін сипаттамасын және мысалдарын жазыңыздар. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы. Келесі кездескенше.